778 есепте амалды орындауымыз керек. Ең алдымен мына бірінші шақшаны орындап алайын. Азайтуларын. Екінші амал ретінде мынаны орындайын. Үшінші амал ретінде мынау, төртінші амал ретінде мынау, бесінші амал ретінде мынау. Мынау үлкен бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. Сол алтыншы амал ретінде деп. Бірінші мынау үлкен бөлшекті қарастырып орындап алайын. Жетінші амал ретінде мынау жақшаны орындайын. Сегізінші амал ретінде мынаны орындайын. Шатаспау үшін бізге сонда алымын бітіреміз. Тоғызыншы амал мынау болсын. Оныншы амал мынау болсын. 11-ші амал мынау көбейту болсын. Ал мынау үлкен бөлшек сызығы 12-ші амал болсын. 12-ші амал. Ал 13-ші амал мынау арасындағы көбейту болсын. Осылай 13 амалға бөліп шығарайық. Яғни ыңғайлы болу үшін алымын бір бөлек, бөлімін бір бөлек есептеуге кеңес берем. Сонда шатаспаймыз деп ойлаймын. 15-тен 7 азайту 40-тан 3, азайту 24-тен 1. Бөлімдері әртүрлі. Бұндай бөлшектерді азайту үшін ең кіші ортақ еселігін табамыз. 15, 40, 24-тің ең кіші ортақ еселігі 120 болады. 120-ны 15-ке бөліп, яғни бөліміне бөліп, толықтауыш көбейткіш 8. 120 бөлу 40 ол 3 болады, толықтауыш көбейткіш. 120 бөлу 24 ол 5 болады, толықтауыш көбейткіш. Ортақ бөлімі 120-ны жазамын. Алымында бөлімінде алымдарын толықтауыш көбейткішке көбейтем. 7 көбейту 8 бізде 56, 3 көбейту 3 9, азайтамыз 5-ті. Енді 120-ның өзін жазамын. 56-тан 9 алсам 47, 47-тен 5 алса 42. 120 мен 42 қысқарады. 6-ға қысқарады, 7 болады. 42 бөлу 6 бөлу 7 болады. 120 бөлу 6 ол 20 болады. 20-дан 7 ол бізде негізі ондық бөлшекке айналдырсақ 0,135. Келесі екінші амал бізде мына 0,135-ті 0 шыққан, яғни 0,135 бөлу 0,7. Яғни үтірден кейін бір цифр бар, яғни 3,5 болып үтір бір үтір жылжиды. 7-нан 0,7-те үтірден кейін бір цифр бар. Бір цифр 10-ға қарай жылжиды. 3,5-ті 7-ге бөлеміз. Ол болады 0,5. Келесі үшінші амал бізде 2,4-ті 3-тен 1-ге көбейтеміз. 2,4-ті көбейту 3-тен 1. 3-тен 1 ондық бөлшекке айналмайды. Сондықтан 2,4-ті араласқан түрінде, жай бөлшек түрінде жазып алам. Көбейтеміз 3-тен 1. Яғни араласанды көбейткен кезде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 10 бөлімін жазамыз. 2-ні 10-ға көбейтеміз. 20, 20-ға 4-ті қосамыз. Алымын 24. Көбейту 3-тен 1. Яғни 10-нан 24 деп бұрыс бөлшекке айналдырып алдық. Көбейткен кезде араласанды. 24-ті 3-ке бөлеміз, қысқартамыз. Сонда 8. Сонда 10-нан 8 болады. Бұны ондық бөлшек түріне жазуға болады. 0,8 деп. Келесі төртінші амал бізде 0,8-ден 3-ті азайтамыз. 0,8 азайту 3. Яғни 0,8 3-тен кіші. Кіші саннан үлкен санды азайтсақ, теріс сан шығады. Яғни минус ол дегеніміз 3-тен азайт 0,8 деген сөз. Ол минус 2,2 деген сөз. Сонда мынау жақшамыз деп аяқтадық. Минус 2,2 деп. Келесі 5-ші амал минус 2,2-ні көбейтемін 11-ден 5-ке. Минус 2,2-ні жазып аламын. Араласқан түрінде көбейтемін 11-ден 5-ке. Сонда минусты жазамын. Алдына минусты жазамын. Мына минусты 10-ды жазамын. Яғни араласанды көбейткен кезде біз бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2 көбейту 10 қосу 2. Ол бізде 22. Көбейтеміз 11-ден 5. Келесі 22-ні 11-ге бөлсек 2 болады. 10-ды 5-ке бөлсек 2 болады. Мына 2 мен 2 қысқартамыз да, сонда минус 1 шығады. Сонда мына бөлімі минус 1 шығатыр. Ал бізде алымы 0,7-ге бөлген кезде, яғни 0,5 шықты. 6-шы амал 0,5-ті бөлеміз минус 1-ге. Оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады, минус 0,5 болады. Келесі 7-ші амал бізде үлкен бөлшекке көшеміз. 7-ші амал мынау жақшаны азайтатын едік. 4-тен 3-тен азайтамыз. 1,3-тен 2-ні.
Енді 4-тен 3-тің өзін жазып алайық, ал мынаны бұрыс бөлшекке айналдырайық. 3 бөлімін жазамын, 1-ді 3-ке көбейтем, 2-ні қоссам, 1 көбейту 3, 3-ке 2-ні қоссам 5. 4 пен 3-тің ең кіші ортақ еселін табам, бөлімдері әртүрлі болғандықтан 4-ті 3-ке көбейтем, 12, 12-ні 4-ке бөлем, тоқтауыш көбейткіш 3, 12-ні 3-ке бөлем, тоқтауыш көбейткіш 4. Алымында бөлімде осы тоқтауыш көбейткіштерге көбейтем. 4 көбейту 3, 12, 3 көбейту 3, яғни мына 3-ті 3-ке көбейтсек 9. Дәл сол сияқты 3 көбейту 4, 12, 5 көбейту 4, 20. Сөйтіп 12 бөлімі болды. 9-дан 20-ны алсақ теріс сан шығады. Сонда минус 12-ден 11 деп жазамыз. Келесі 8-ші амал бізде мынаны бөліміз керек. 1,6-дан 5 бөлу минус 12-ден 11. Оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады. 1,6-дан 5 бізде аралас сан. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 6-ны жазамын. 1 көбейту 6 қосу 5, ол бізде 11 болады. Бөлу деймін, минус 12-ден 11. Келесі 6-тан 11-дің өзін жазамын. Бірінші бөлшек өзі жазылады, екінші бөлшек керіс санға айналады. Керіс сан дегеніміз алымен бөлімдерін орындарын ауыстырамыз. Минус деймін, 11 бөліміне жазылады, ал 12 алымына жазылады. Енді 11 мен 11-ді қысқартамын, 12-ні 6-ға бөлемін. Оң санды теріс санға көбейтсек, теріс сан болады, яғни минус 2. Келесі 9-шы амал. 9-шы амал бізде мына 9-дан 4 азайту 12-ден 5. 9 бен 12-нің ең кіші орта еселін табам, бөлімдер әртүрлі болғандықтан ол бізде болады 12-нің 3-ке көбейтем 36, 36-ны 9-ға бөліміне бөлем 4, 36-ны 12-ге бөлем 3, 4 көбейту 4, 16, 9 көбейту 4, 36. Келесі 5 көбейту 3, 15, 12 көбейту 3, 36. 36-дан 16 азайт 36-дан 15, тең болады 36-дан 1. Келесі 10-шы амал бізде мына 0,175-ті қос дейді. 36-та 1 қосу 0,175. Мына жерге сіздерге 0,175-ті қалай жазып қысқартуға болатын жазамын. 100-ден 75 деймін. 100 бен 75-ті қысқартамыз, яғни екеуі де 25-ке бөлінеді. 75-ті 25-ке бөлсең 3, 100-ді 25-ке бөлсең 4. Сонда 36-дан 1 қосу 4-ден 3. 36-ны 4-ке бөлсек қанша болады? 9 болады. 36 ең кіші ортақ еселігі. 36-дан 1 қосу 3 көбейту 9, 27. 36 бөлімін жазам. 4 көбейту 9, 36. Яғни мына тоқтауыш көбейткішке алымында бөлімінде көбейттік. Сонда 27-ге 1-ді қоссақ 28 болады, 36 болады. Екеуін 4-ке қысқартамыз. 28 4-ке бөлсек 7, 36-ны 4-ке бөлсек 9. 9-дан 7 шықты 10-шы амалымыз. 11-ші амалымыз 9-дан 7-ні көбейтеміз 7-тен 3-ке. 7 мен 7 қысқарады. 9 3-ке бөлінеді. 3 болады, мына жақта 1 болады. Сонда бізде 3-тен 1 шығады екен. Келесі амалымыз минус 2-ні осы 3-тен 1-ге көбейтеміз. Бөлеміз деген ғой. Минус 2 көбейтеміз. 3-тен 1-дің керіс санын негізі 1-ден 3. Яғни бөлген кезде ең бірінші сан өз жазылады, екінші сан керіс санға айналады. Керіс сан дегеніміз алымен бөлім орындары ауысады. Минус 2-ні 3-ке көбейтсек, минус 6 болады. Келесі амал минус 0,5-ті минус 6-ға көбейтеміз. Теріс санды теріс санға көбейтсек, оң сан болады. 0,5-ті 6-ға көбейт деген сөз, 6-ның жартысы деген сөз. Яғни 6-ның жартысы 3 болады. Сонда біздің алдыңғы есебіміздің жалпы біздегі жауабы 0,15 шығып еді. Соны 6-ға мына жерге көбейттік. Оның жауабы 3 болады екен. Видео пайдалы болса лайк басып, комментарий жаз. Подписаться бас каналға.